Сәлем достар, осындай күшті лепешкамның рецептін қазір сендермен бөлісетін боламын. Столға да, қонақ шақырғанда қатты әдемі болып көрінетін лепешка. Мен лепешка сатып алмаймын. Осындай өзім пісіргенді жақсы ұнатамын. Оған не қосам? Бірінші очередь мен осындай тоң майды қосқанды қатты ұнатамын. Тоң майымен дәмі ерекше дәмді болып шығады. Осындай баклажкаға алып сақтап құйып алып қойған. Тоң май деген тұра береді екен морозильникте. Сосын маргаринімді алып қосамын. Осын бәрін араластырып, газға, отқа қойып ерітіп аламыз, достар. Біздің маргариніміз, тоң майымыз ереміз дегенше, ұнымызды дайындап аламыз, дрожжымызды ашытып аламыз. Дрожжымыз қатты көтерілгеннен кейін қамырымызды илеп бастаймыз. Мен қамырыма, достар, тағы да майонез қосқанды қатты жақсы көремін. Бауырсаққа да майонез қосамын. Майонезді осылай шамасында қосыңдар, достар, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ал тоң майымызда еріді, міне, оны қамырымызға осылай ермеген ордасын шайқап ерітіп аламыз да, сосын қамырымызға құйып тастаймыз. Тұзлы суымызды аламыз да, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Сұйық майды да кішкене қосамыз. Ал достар, қамырымыз дайын, жұмсақ қып илеп қойдым. Қолымды майлап уақытқа қоямыз. Қамырымыз жақсылап осылай көтерілгенде аламыз қамырымызды, осындай зуалап, доп-домалақ қып әдемілеп зуалауымыз керек. Менде бір 15 шақты қамыр шықты, лепешка. Соны аламыз, кішкентай қылып зуалап шығамыз. Үлкен болып кетсе, осындай алып жуып алыңыздар, бәрін теп-тегіс қып, домалақ қылып, әдемі қылып алып қойыңыздар. Домалаққан лепешкаларымызды бір-бірден аламыз. Осындай шет-шетін қолымызбен басып аламыз да, достар, осылай видео көрсетілгендей лепешкамызды осылай әдемілеп жасаймыз. Шетін мен самсаны бүккендей, самса сияқты бүгіп шығамын. Қолыңыздардан келмесе, достар, пластилиннан үйреніңіздер, достар. Әлбетте қолыңыздан келеді. Қыз келіншектер болғандықтан бәріміздің қолымыздан, от души істесек, бәрі қолымыздан келеді. Мен пластилин, воздушный пластилин бар ғой, қыз балдарға алып беретін, сонымен үйренгем. Осылай әдемі болып лепешкаларымыз шығады, достар. Сондай қып бәрін бүгіп аламыз. Столға қатты әдемі көрінеді.
Ал достар, бөпе лепешкаларым да дайын, енді жұмыртқаны әдемілеп жағып шығамыз. Ал достар, лепешкаларымыз да дайын. Мені қолдап, подписка жасап, лайк басып кетіңіздер достар. Сіздерге көп рахмет. Осындай лепешканы істеп көріңіздер. Дастарханға қонақ шақырғанға қатты әдемі көрінеді. Сау болыңыздар, пока-пока.